бүгінгі солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданында Жаңажол ауылында дүниеге келген. Ол алғашында ауыл молдасынан арабша хаттан ауылда 2 жылдық орыс мектебін оқып, сөйтіп ол жоғары басқыштар 4 жылдық орыс мектебінде бітірді. Орыс мектебінде оқып жүрген кезінде ол бір орыс ақындарының шығармаларын өзі жаттап жүрді. Кездеспей кеткен бір бейне кітабы үшін 1968 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алды. Жат қолында романы 1984 жылы ұсынылды. Қазақ мемлекеттік сыйлығы 1970 жыл. Қазақстан Академиясы Шоқан Уәлиханов атындағы сыйлығын 1977 жылы алды. 3 мәрте Ленин 1968 жылы, 1972, 1974 жылы, 2 рет еңбек қызыл ту 1957 жылы, және де халықтар достығы 1982 жылы ордендермен, медальдармен марапатталды. Және де барлық көшелер мен Астана қаласындағы бір қалаға Мүсірепов есімі берілді. Және 2002 жылы 100 жылдығы ЮНЕСКО деңгейінде тойланды. Ғабит Мүсірепов өзінің қоғамдық облыстық қызметінің де туған халқының мәдениетінің дамуына зор еңбек сіңірді. Алайда қазақ халқы оны үлкен суретші ретінде санайды, жазушы деп біледі, таниды, көркем сөздің қас шебері деп біледі, құрмет тұтады. Ол бірнеше мәрте Қазақ КСР жоғары кеңесінің бір рет КСР жоғары кеңесінің депутаты және Қазақ КСР жоғары кеңесінің төрағасы болып сайланды. 3 мәрте Ленин орденімен және 2 мәрте еңбек қызыл ту орденімен, Октябрь революциясы орденімен және көптеген медальдармен марапатталды. 1990 жылы Мүсірепов атындағы республикалық балалар мен жасөспірімдер театры Бесеудің хаты спектаклін қойды. Мүсірепов қоғам қайраткері ретінде ғана емес, қарапайым адам ретінде де жинаған адамгершілігін айғақтайтын іс-қимылдары жетерлік. Соның бірі 1937 жылы Қазақстан жазушылары одағының жиналысында тағдыры талқыға түскен Бейімбет Майлинге араша түскен Бейімбет жау болса мен де жаумын деген сөзі бүгінгі күннің аңызына айналды.